Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз нөмірі 25-ші сабағымызды бастаймыз. Логикалық есептер. 2-2-ден комбинациялар нұсқасын құрастыруды үйренесің. Бірінші есеп. Балалар құрастырған екі әріптен тұратын буындар дауыссыз дыбыстан басталады. Қандай буындар шығуы мүмкін? Буындарды қайталамау және шатаспау үшін кесте құрастырамыз. Дауыссыз дыбыстан басталатын буындар. Олар қа, са, та, қо, со, то. Келесі. Енді біздер дауысты дыбыстан басатын буындар құрастырып көреміз. Олар жазып қоямыз. Мысалы, адан бастайтын болсақ, ақ, ас, ат. Одан бастайтын болсақ, оқ, ос, от. Екінші есеп. Әртүрлі екі жеміс таңда қандай нұсқалар шығуы мүмкін? Барлық нұсқаларды атау және шатаспау тәсілін ойлап тап. Мысалы, қызыл алмадан бастайық. Қызыл алма мен алмұрт, қызыл алма мен алхоры, қызыл алма мен жасыл алма, қызыл алма мен апельсин. Енді алмұрттан бастайтын болсақ, алмұрт пен алхоры, алмұрт пен жасыл алма және алмұрт пен апельсин. Енді алхорыдан бастайтын болсақ, алхоры мен жасыл алма, алхоры мен апельсин. Енді жасыл алмадан бастайтын болсақ, жасыл алма мен апельсин. Үшінші есеп, есепті шығар. Сырым, Әлия және Серік кіммен шахмат ойнайтынын анықтауда. Ойыншылар жұбын таңдау керек. Қандай нұсқалар болуы мүмкін? Кестеге сүйене отырып, есепті шығар. Мысалы, бізде Сырым мен Әлия ойнауы мүмкін, Сырым мен Серік, немесе Әлия мен Серік. Төртінші есеп. Есептердің қысқаша жазылуын таңда. Есептердің шешуін жаз. А нұсқасы. Эстафетаға 16 қыз бен олардан 3-і кем ұл қатысты. Эстафетаға неше ұл қатысты? Қыздар 16, ұлдар белгісіз, бірақ 3-і кем. 16-тан 3 алғанда 13 болады. Жауабы эстафетаға 13 ұл қатысты. А нұсқасы. Эстафетаға 16 қыз бен 10 ұл қатысты. Эстафетаға неше ұл кем қатысты? Қыздар 16, ұлдар 10. Бір-бірін салыстырып, қанша кем екен табамыз? Аз айтқан кезде 6 шығады. Жауабы эстафетаға 6 ұл кем қатысты. Бұл нұсқасы. Жарысқа Қазақстаннан 3 команда, шетелден 6 команда қатысты. Жарысқа барлығы қанша команда қатысты? Қазақстаннан 3 команда, шетелден 6 команда, барлығы қанша? 3-ке 6 қосқанда 9 шығады. Жауабы жарысқа барлығы 9 команда қатысты. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.